Ұрпақ тәрбиесі адам баласының асыл мұраты мен болашақ мемлекетіміздің іргетасы болғандықтан тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халық алдында 21 ғасырды құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты, мәдениетті жеке тұлғаны тәрбиелеу керек деген болатын. Сондықтан да әрбір жасты тәрбиелеу, олардың мәдениетін қалыптастыру мен үшін де аса маңызды. Менің өмірлік ұстанымым, мұғалімнің сөзі мен ісі жасанды емес, шынайы болуы керек. Мен Нұрланова Айжан Талғатқызы өз еңбек жолымды номер 260 орта мектебінде биология пәнінің мұғалімі қызметінен бастадым. Биология пәні бойынша өз біліктілігімді арттыру мақсатында түрлі курстар мен вебинарларға қатыстым. Бүгінгі күні өзім қызмет атқаратын номер 260 орта мектебінің 14 жылдық тарихы бар. Осыншама жыл ішінде мектеп басшысы Сауяев Айтуған Сақтап берген ұлы көшбасшылық жасап, мектебіміздің деңгейін көтеріп келеді. Мектебіміздегі әр оқушының білім сапасын көтеру жолында біршама қызметтер атқарды. Мәселен, сауалнамалар жүргізіп, ата-аналармен ашық сұхбат өткізіп, сондай-ақ педагогикалық кеңестерді ұйымдастырып келеді. Ұлы ақын Абай Құнанбайұлы ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға демекші. Қазіргі таңда Алтын ұя мектебімізде 12 педагог модератор, 20 педагог сарапшы, 9 педагог зерттеуші және де өзге де білікті ұстаздарымыз қызмет атқарады. Осындай аяулы ұстаздарымыз ұшқыр ойлы, терең мақсатты оқушыларды түрлі олимпиадалар мен ғылыми жобаларға қатыстырып, жүлделі орындарды иеленді. Атап өтсек, облыс көлемінде өткізілген "Біргеміз, таза әлем" жалпы ұлттық жобасы аясында не, қайда, қашан экологиялық жыл мері бойынша Қонысбаев Жандос 1-ші орынды иеленсе, Бертағы қызы Бибіқамар 2-ші орынды иеленді. Облыс көлемінде өткізілген жаратылыстану математика пәндері бойынша президенттік олимпиадада Айметова Назерке 3-ші орынды иеленді. Облыстық көлемде өткізілген жалпы білім беретін пәндер бойынша ғылыми жоба байқауында Ертайұлы Жәнібек Ермекбаев Құрмет 1-ші орынды иеленсе, Өтеміс Асылжан 2-ші орынды иеленді. Облыс көлемінде өткізілген Про-эко-экологиялық жобалар байқауында Нұрлыбекұлы Данияр 1-ші орынды иеленді. Қазіргі таңда мектебіміз заман талабына сай түрлі технологиялық жабдықтармен қамтамасыз етілген. 2021 жылы аса құрметті осынау алтын отаға тардай болып кіріп, таудай болып шыққан 19 түлек бітірді. Олардың ішінде 15-і ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысып, 7-і грант иегері атанды. Ұстаз ұлы есім. Осы сөз мен үшін өте құдіретті. Мен осы ұстаздық мамандықты таңдағаныма мақтанамын. Шәкірттерімізді білім нәрімен сусындатуда түрлі әдіс-тәсілдерді қолданып, оқушы үшін сабақты қызықты өткізуде бар ынтамды саламын. Бүгінгі ақпараттар ағылған технологиялық мәдениеттер дәуірінде заманауи ұстаздық қызметтің жауапкершілігі мол. Сондықтан да мен өз ісімді жоспарлауда салауатты өмір салтын ұстанған, білімнің нәрімен терең сусындаған, өмір сүру дағдысын заманауи бағытта қалыптастыратын жеке тұлғаны тәрбиелеу мен үшін маңызды. Оқушының білімі мен білік дағдысын дамытып қана қоймай, өмірге бейімделу қажет. Сол үшін бала жүрегіне шығармашылық тұрғыдан ой қалыптастыра отырып, гүл ғажайып дүние тақырыбында үйірме жұмысын бастадым. Нәтижесі сүйсінерлік. Мен жастарға сенемін деп, Мағжан Жұмабаев атамыз айтқандай, бізге артылып отырған сенім жүгі жауапкершілікті міндеттейді. Мектеп оқушылармен белсене байланыста болып, қоғамның жұмыстарына белсене араласуға бел будым. Ақыл, қайрат, жүректі бірде ұста, сонда толық боласын елден бөлек деген Абай атамыздың толық адам бейнесін жасаудағы арманына мен де өз үлесімді қосамын.